қосылған балмұздақ жасаймыз. Ол үшін мына заттар қажет. Bunları ortasından keseceğiz. Оған қантты құлпынайдың үстіне саламыз. Енді лимонды сығамыз. Енді үстіне су құямыз. Енді оны пеште 5 минутта араластырып тұрамыз. Құлпынайды қайнатпаймыз, жай жылы қылдырып араластырамыз. Біздің құлпынайымыз жұмсақ болды. Енді оны блендермен араластырамыз. Енді оны қалыптарға құйып шығамыз. Шағатқа морозильникке қоямыз. Ана кішкенеден кейін балмұздағымыз дайын болады. Оған шейін шоколадымызды ерітеміз. Шоколадты ақырындап ерітеміз. Шоколад жабысып қалмау үшін оған су қостық и араластырдық. Шоколадымыз осылай еріді. Енді оны мына ыдысқа құямыз. Бір ыдысқа жылы су құйып аламыз. Енді морозильниктен балмұздақты алып келем. Мороженойды бірінші алу үшін мына затты суға саламыз. Морозильникке 5 минутқа саламыз. 15-20 минут өтті. Жеп көрейік. Насым қалыпты бола берді. Дәмді еді. Өте дәмді. Дәмді болыпты. Лайк басыңыздар. Біздің каналға жазылыңыздар. Пока!